Өзге де тақырыптармен жалғастырамыз. Кітапхана оқырманға бұрынғыдан да жақындай түсті. Қалалық кітапхана ауласында QR-кодпен жабдықталған электронды ақпараттық экран мен ашық кітап сөресі іске қосылады. Бұл арқылы тұрғындар кітапхана жаңалықтарымен танысып, электронды кітаптарды оқып, баспа әдебиеттерін де пайдалана алады. Жоба шілде айында орнатылып, енді көпшілік игілігіне ұсынылады. Электронды экран кітапхана ауласында орналасқан. Мұнда келушілер QR-кодты сканерлеу арқылы электронды кітаптар мен цифрлық ресурстарға қол жеткізе алады. Ал сөредегі баспа кітаптарын алып оқып, кейін қайта орнына қою мүмкіндігі қарастырылған. Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары, оқырмандар. Сіздерді кітапхана ауласында жаңадан орнатылған заманауи QR-кодпен жабдықталған электронды ақпараттық экранды пайдалануға шақырамыз. Заманауи технологияны тиімді пайдаланып, қажетті ақпаратты кез келген уақытта оңай аласыздар. Кітапхана білім мен ақпаратқа бастар заманауи кеңістік. Сіздерді күтеміз. Сөредегі кітаптар 2 апта сайын жаңартылып, түрлі жанрдағы әдебиеттермен толықтырылып отырады. Сонымен қатар кітапхана ұжымы қала тұрғындарына арналған Book Crossing акциясын тұрақты түрде ұйымдастырады. Арнайы жылжымалы кітапхана арқылы кітаптар қаланың әртүрлі шағын аудандарына жеткізіліп, оқырмандардың әдебиетке қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік жасалады. Ал жаңа электронды экран кітапхана ауласында тұрақты қызмет көрсетеді. Мақсат Дүкенбай, Салтанат Битабарова, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев.